Сәлеметсіздер ме? Педагогикадан аттестацияға ұстаздарға арналған дайындық 5-ші нұсқа. 2023 жыл сәуір айында келген тестлер әдейі аудиосын жасап отырмын. Әсіресе ұстаздарға пайдасын тигізер деген ойдамын. Себебі біз жұмыста үйдің шаруасымен дайындала алмаймыз. Сондықтан бізге үлкен көмегін тигізер сөзсіз. Наушникпен құлақтарыңызға салып тыңдап жүрсеңіздер, үлкен көмегі болады. Сондықтан мені қолдап, каналыма тіркеліп өтіңіздер. Бірінші сұрақ. Чиксент-Михайдың өзіндік мақсат сызбасы бойынша дағдысы жоғары оқушыға төмен міндет қоюдың нәтижесі. Жауабы: зерігу. Екінші сұрақ. Дарынды және талантты оқушылардың жаңа идеяларға, сынақ жүргізуге және қателесуге тәуекел етуге дайын деген сипаттамасының санаты. Жауабы: креативті ойлау. Үшінші сұрақ. Жабық сұрақтардың балама атауы. Жауабы: төмен дәрежелі. Төртінші. Оқу үдерісінде ақпараттық коммуникациялық технологияларды енгізу барысында білікті мұғалімде болу қажет білім. Жауабы: теориялық және практикалық. Бесінші. Орта мерзімді жоспарлауда оқу мақсаттарын қалыптастыру шараларын білуге бағыттайтын негізгі сұрақтың бірі. Жауабы: оқушылар нені білуге тиіс. Алтыншы. Біліктілік дәрежесін анықтауда көздейтін бағалау мақсаты. Жауабы: стандарттарды бақылау және орындау. Жетінші. Мақсатты аудитория сипаты мен бағалау стратегияларын білуді қамтитын білім саласын көрсетіңіз. Жауабы: педагогикалық білім. Сегізінші. Диалог барысында әркімнің идеясы құнды деп саналып, мұқият бағалаудан өтетін әңгіменің түрі. Жауабы: зерттеушілік әңгіме. Тоғызыншы. Топтық әңгімеге тән жағдайды көрсетіңіз. Жауабы: идеялар қайталанады және ұсынылады, бірақ үнемі мұқият бағалана бермейді. Оныншы. Сабақты зерттеу үдерісінде топ мүшелері жоспарланған зерттеу сабағын мұғалімдердің бірі жүргізеді. Осыдан кейінгі кезеңі. Жауабы: зерттеу сабағы туралы оқушылар мен мұғалімдердің сұхбат жүргізуі. 11-ші сұрақ. Кохлберг бойынша моральдік пайымдаудың 3-ші деңгейі. Жауабы: нормативтіктен кейінгі моральдік пайымдау. 12-ші. Балалар өздерінің сенім біліміне сүйеніп, пайымдау жасай алады деген түсінікке негізделген оқыту ортасы. Жауабы: оқушыға бағдарланған. 13-ші сұрақ. Оқу нәтижелерінің 5 түрі анықталған. Оқушыға қатысты сыртқы фактор ретінде қарастырылатын оқу нәтижесі. Жауабы: білімнің сандық ұлғаюы. 14-ші. Оқушылардың алған ақпаратты есте сақтау үшін ең тиімдісін көрсетіңіз. Жауабы: өзгелерді оқыту. 15-ші. Оқушыларда өзіндік мақсатты қалыптастыру жағдайында төмен дағдыға жоғары міндет қойылған жағдай. Чиксент-Михай бойынша. Жауабы: алаңдау. 16-ші. Жаттап алынған білімді тексеруге арналған сұрақ. Жауабы: төмен дәрежелі. 17-ші. Александердің зерттеуіне сәйкес диалогтың 5 үлгісіндегі механикалық есте сақтау. Жауабы: үнемі қайталап отыру арқылы фактілерді, ойларды жаттау. 18-ші. Бірінші жауап алу үшін және оқушының жауабын түзетуге көмектесу үшін қойылған сұрақ. Жауабы: түрткі болу. 19-ші. Жорамалдарды растау, тексеру үшін деректерді жинау, АКТ қолдану мен оқыту аспектісінің мысалы болып табылады. Жауабы: тестілеу және растау. 20-ші сұрақ. Бәсекелестікке құрылғандықтан топ ортақ шешімге келе алмайтын әңгіме түрін көрсетіңіз. Жауабы: әңгіме, дебат. Ал құрметті ұстаздар, игіліктеріңізге жаратыңыздар. Және де каналымды қолдап, басқа да ұстаздарға аттестация тапсыратын таратыңыздар. Бір-бірлерімізге көмектесейік, аттестациядан оңай, жеңіл өтіп кетіңіздер.